автобуспен өте керемет баруға, жұмысқа, детсадиққа, институтқа өте жақсы автобус баруға. Қараңдар, қандай адамдар бізбен бірге автобуспен жүр, бұл біздің депутат Менс Маратович қой. Ну, неге сіз сонша внимание маған. Мен сізбен, сіз қарапайым халық, мен де қарапайым. Қайдағы қарапайым? Интернетте сізді 3 этажды коттеджде тұрып, гаражда 10 көлік ұстайды деп айтады. Бәріміз естідік сондай деп естідік. Так, ну ты давай нервный болып кеттің. Со всеми из-за интернета, кстати, я тебе вот так вот скажу. Из-за интернета. Ол өте зиян ақпарат, кстати, өте зиян. Кітап оқу керек. Достоевский оқу керек. Лермонтов оқу керек. Экзюпери оқу керек. Тоқтан, сонда сіз біздің жазушыларымыз қаламайсыз ба не? Қалайсыз. Рахмет. Мен өте жақсы қал. Сен қалайсың, сіз қалайсыз. Қалайсыз деп қояды ғой. Көріп тұрсыз ғой, жұмыс жоқ, жол жоқ, күйеуім көзіме шөп салып жүр. Жол жөндетеміз, спокойно. Жұмыс табамыз, жұмыс көп, непочатый край жұмыс. Ал шөп – это статья. Мужу так и передайте. Еще и көзге салат, отморозок. Жұмыс табылса табылмай ма? Қазір бәрі бәке арқылы кіретін болды ғой. Ну что ты сразу, вот нервный интернет. Нервный. Бәке. Мен, например, жұмысқа кірдім через саке. Қалжың. Пробка ғой жолдың. Жыл сайын жөндейді жолдың. Неге, от рыжий. Циркқа бару керек саған, Жемесе. Өксіге циркқа бару керек. Надо бәрімізге, сендерге жұмысқа шығу керек. Көмектесу бізге керек. Сен не деп тұрсың? Біз шығуымыз керек па жұмысқа сондай? Так, тихо. Шығып жұмыс жаса, жөнде жолды. Тихо. Мен сендермен қарапайым, мен де қарапайым. Сендер туралы ойланам. Аялдамашечка. Так, все. Халықпен, жүрекпен, өкініш орай, аялдамашечка. Ты давай там керек емес нәрсе, монтаж кесіп ұста, хорошо? Вот. И инстаграмда астына жаз. Менс Маратович, халықпен, жүрекпен, болашаққа. Хорошо? Все, давай. Четко делай. Тілісіндіру керек қашке. Деп айтыңыз аға. Қалай? Енді осылай, Ерінді, Осылай, Дұрыс. Стол, стөл. Молодец. Бастаймыз аға? Все, дайын, енді бастаймыз. Қымбатты достар, бүгін бізде қонақта халықтың қалаулысы Менс Маратұлы. Қош келдіңіз. Сіз ақшаны қайдан аласыз? Ну, неге сондай сұрақ бересің? Неге? Қайда ақша алам мен? Сен қайдан ақша аласың? Мен еңбек етіп алам. Вот менде тоже. Менс Маратұлы, сіз айына қанша ақша табасыз? Вот так, қандай кірсік. Не знал, что, ну ладно. Жақсы. Ну, енді шын айтуға, бүгін бар, ертең жоқ. Бүгін бар, ертең жоқ. Кеше... Сіздерде де сондай болып тұра ма? Енді, біз қарапайым қазақ. Сіз өзіңіздің ақшаңызды қашан Швейцарияда санайсыз? Енді, самое главное айтады ғой, мечтать не вредно. Пускайте мысли космосқа жіберу керек Байконурға. Байконурға жібересің да, кетті космосқа, болды, саған келді. Ал сіздің армандарыңыздың ішінде Қазақстан халқының жағдайы бар ма? Ну, здрасте.
Ну, Аманчик, қызықсың сен, конечно, сен отырасың осы жерде. Саған легко сұрақ беруге. Вот, жауап мен берем, правильно, мен берем. Вот. Бір жақсы мақал бар. Дос жылайды, вот. Жау күледі. Вот. Қазақ матель. Мен жылаймын. Мен постоянно күнде жылаймын. Вот. Далаға шығам, қарасам, қарапайым қазақ. Меліс Маратұлы, сіз біздің бағдарламамызға келген алғашқы депутатсыз, ал басқа әріптестеріңіз неге келмейді? Қорқады. Қорқады, шын айтуға қорқады. Мен қорықпаймын. Сұхбат барысында қанша пайыз өтірік айттыңыз? Мен айтпаймын өтірік. Бәрі шындық қой. Шындық, иә. Қымбатты көрермендер, бүгін Меліс Маратұлы менің сұрақтарыма 100% шынайы жауап берді. Шынайы жауаптарыңызға рахмет. Саған да рахмет. Қымбатты достар, Толық лайк YouTube арнасы өздеріңізге тағы да бір сұхбатты ұсынбақ. Бүгін бізде қонақта халықтың қалаулысы, елдің елеулісі, депутат ағамыз Меліс Маратұлы. Қош келдіңіз. Қабыл болсын. Аға, алғашқы сұрағым, жалпы халықтың, елдің көңілінен шығатын депутат болу үшін қандай болу керек? Бәлкім, елдің қамын ойлау керек шығар. Бәлкім, өзінің ісіне адал болу керек шығар. Көрдің ба, Аманчик? Өзіңнің сұраққа жауап берді. Ал неге маған сұрақ бересің? Оны түсінбеймін. Жақсы аға, жалпы мықты депутат халықпен бірге ұйықтап, халықпен бірге ояну керек шығар. Ол қайда видно, чтобы әйелімді қалдыруға, түнде жалғыз болуға қалдыруға болады. Ты что, кіммен ол тұрады, кіммен ол ұйықтайды? Мальчик, ты бы свое оставил бы так? Да? Мен онда емеспін. Негізі, мен халықпен бірге, мен әйелмен бірге, өзімнің әйелімен. Навеки, как лебедь. До конца, до жизни. Жақсы, Фейсбуктағы сіздің парақшаңыздан бір суретті көрдім. Сіздің бір жасқа келген балаңыздың тойына атақты әнші Киркоров келіпті. Собаки, и здесь поймали. Ну, не айтам мен. Филя ол жақсы адам. Но енді бірақ дос менің. Москвада білет мені, жақсы білет. Вот. Жириновский білет мені жақсы. Вот. Ал енді сен шорты қанша тұрады? Тегін емес? Ну вот, ол да Филипп тегін емес. Ол да адам қарапайым, бірақ болгарин. Меліс Маратұлы, депутат болғаннан бастап осы күнге дейін пара алып көрдіңіз бе? Пара. Пора, порадуемся на своем веку, счастливую игрушку и кубку на клику. Пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не расшибнем. Мерси баку. Қалай? Мықты. Өте мықты. Қымбатты көрермендер, бүгін бізде қонақта болған халықтың қалаулысы депутат Меліс Маратұлы, арнайы уақытыңызды бөліп келгеніңізге, бізге сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Жемқорлық жеңілетін уақыт келгендік. Таза тіс, таза қол, таза совесть. Бәрібір, шыда. Жаным, биыл баламыз оқу бітіреді. Жұмысқа кіргізіп жібересің ба? Депутатсың ғой. Жоқ қатын, мен ондай жасауға ешқашан болмайды. Жемқорлық, күрес, отбасынан басталады. Мен жемқорлық күрсем. Мен жемқорлық
Отандылық, үнімділік, уақыт келгенді. Жаңа күн, таза тіс. Қазақстан жасалған. Қолдайды. Экономика көтеру сен басынан басталады. Биыл баламыз 18-ге толады. Мүмкін біз оған көлік алып береміз. Жоқ қатын, мен ондай жасамай болмай. Неге бала көлік алуға? Тогда уже дайын жылқыға отыруға. Отан үнім отбасынан басталады. Мен отанды көнем, емеспен күрсем. Отанды көнем қолдасаң, бауырсақ болады. Круассан.